Өскемен қаласы әкімінің халықпен жүйелі түрде кездесу ұйымдастырылуда. Бұндай кездесулер жыл көлемінде барлық ықшам аудандарда өтетін болады. Кездесу барысында алдын ала барлық Өскемен қаласының бөлім басшылары мен әкім орынбасарлары және біздің мекемелер басшыларын жинап, осы жерде халық алдында үнемді түрде кездесу ұйымдастырылады. Кездесу барысында қала әкімінің кездесуінің алдында барлық басшылар консультациялық кездесулер ұйымдастырып жатыр. Бүгінгі таңда халықтың мәселелерін барлығын әкімдікте ғана қарастырмай, барлық ықшам аудандардың өзіне барып, жазба түрде немесе ауызша түрде сұрақтарын көтеріп, келесі кездесуге келген кезде сол шешімдердің шешілу жолдарын халықтың алдында тапсырылатын болады. Халқы мешіт жайлы және зират мәселесі жайлы сұрақ көтерілген. Қазіргі таңда зират мәселесіне байланысты жерді қарастыру, орналастыру мәселелері қазіргі таңда қаралуда. Себебі бұл жерде біршама жаңағы жер ауыстыру мәселесі бар. Примиканиядағы жерден бөлек басқа жерде де зират мәселесіне қарастыру, ол қазіргі шешілу барысында. Енді мешітке байланысты біз осы жерде осы жергілікті жердің жамағаты бар және кәсіпкер азаматтармен келісіп, мына жерде провинция деген бұрын дәмхана болған, сол жерді сатып алғанбыз. Алдағы уақытта ол жерде реставрациялық жұмыстар жүріліп, мешітке айландырылатын болады.